Сәлем, балақайлар. Біз бүгін ұйымдастырған оқу қызметінің математика негіздерін өтеміз. Тақырыбы геометриялық пішіндер және денелер деп аталады. Мақсаты балаларға пішіндердің атауларын, дөңгелек, сопақша, үшбұрыш, шаршы, тік төртбұрыш денелерінің атауларын, текше, шар, цилиндр екендігін түсіндіру. Математика керек әр күнге, математика қажет өмірде, математиканы оқимыз, миымызға тоқимыз. Жарайсыңдар балалар, ендеше біз шаттық шеңбер жасайық. Кел балақай күлейік, күлкіменен күлейік, қабақ түйген не керек, көңілді боп жүрейік. Жарайсыңдар балалар, сопақша, дөңгелек, үшбұрыш, тік төртбұрыш, шаршы бұлар пішіндер немесе фигуралар деп аталады. Ал текше, шар, цилиндр бұлар денелер деп аталады. Жарайсыңдар балалар, ендеше біз геометрик пішіндермен танысайық. Сопақша, шаршы, шеңбер, тік төртбұрыш, ромб және үшбұрыш. Жарайсыңдар балалар, біз геометриялық пішіндермен танысып шықтық. Ендеше осы геометриялық пішіндердің қосындысынан қандай заттар шығатынын табайық. Шаршы мен үшбұрыштың қосындысынан қандай зат шығады екен? Үй шығады екен. Сопақша және үшбұрыштың қосындысынан қандай зат шығады екен? Балық шығады екен. Төртбұрыш және шеңбердің қосындысынан қандай зат шығады екен? Үйдің гүлі шығады екен. Үшбұрыш, үшбұрыштың қосындысынан қандай зат шығады екен? Шырша шығады екен. Шеңбер, екі шеңбер және үшбұрыштың қосындысынан қандай зат шығады екен? Аққала шығады екен. Сопақша және екі үшбұрыштың қосындысынан не шығады екен? Кәмпит шығады екен. Жарайсыңдар балалар, сендер өте ақылды балалар екесіңдер. Сендер осы қосындыны ата-аналарыңмен үйде қайталаңдар. Жарайсыңдар, ендеше біз келесі кезекте біз жұмбақтар шешіп көрейік. Атына сай балалар, үшбұрыш, үш жағы бар, ол пішінді кім табар? Ойланайық. Бұл пішін үшбұрыш екен. Жарайсыңдар, келесі жұмбақты шешейік. Төртбұрыш бар, төрт қабырғасы бар. Бұл қай пішін? Ойланып көрейік. Бұл шаршы. Келесі жұмбақты шешейік. Топқа өзі ұқсайтын ерекше бір пішін бар. Атын оның атаңдар. Бұл шеңбер деп аталады екен. Жарайсыңдар балалар, біз келесі кезекте ойымызды сергітіп алайық.
жарайсыңдар балалар. Келесі кезекте біз осы геометриялық пішіндер жайлы қысқаша бейне жазбаны тамашалайық. Үш бұрыш. Мына заттар қандай пішінге ұқсайды? Шаршы. Мыналар шаршы пішіндес. Тік төрт бұрыш. Бұл қандай пішіндер? Бес бұрыш. Мына заттардың ішінен бес бұрыш табыңдар. Алты бұрыш. Алты бұрышты заттар. Шеңбер. Шеңбер заттар. Трапеция. Трапеция пішіндес заттар. Ромб. Мына суреттерден ромбты көрсетші. Цилиндр. Мыналар цилиндр пішіндес. Конус. Конус пішіндес заттар. Текше. Ал бұлар қандай пішінге ұқсайды? Дұрыс, текшеге ұқсайды. Пирамида. Бұл пирамида. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесі кезекте біз ойлан тап ойынын ойнаймыз. Бұл ойында 3 сандықша берілген. Бірінші сандықшада шеңбер, екіншісінде 3 бұрыш, үшіншісінде шаршы. Астындағы заттарды табасыздар. Келесі тапсырма: фигураларды сәйкестендір. Боялған фигуралар мен боялмаған фигураларды сәйкестендіресіздер. Келесі тапсырмада салыстыру. Қай фигуралар үлкен және кіші екенін салыстырып табасыздар. Келесі тапсырмада сәйкестендіресіздер. Келесі қандай фигуралардан құрастырылды? 4 бұрыш, 3 бұрыштардан әдемі қайық құрастырылды. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, тамаша. Келесі біз құстарға ұя жасайық. Үстіне қойып 3 бұрыш, әдемі үйшік болады. Астына қойсақ 4 бұрыш. Құс келсін десең ұяға, дөңгелек қой ортаға.
әдемі құстың ұясын жасадық. Жарайсыңдар ба? Келесі суретте пішіндерден әртүрлі заттардың бейнесін жасауға болады екен. Жарайсыңдар, келесі кезекте дәптермен жұмыс. 1, 2, 3, бойға жинап көш. Дәптерді ашайық, қолға қалам алайық, әдем етіп жазайық. Бірінші тапсырма: бірдей боялған пішіндер арқылы жүріп отырып, келесі кигізуге жету керек. Келесі тапсырма: шетінде берілген бейнелердің біреуін таңдап аласыздар да, дәл сондай қып қағазбен қиып жапсырасыздар. Жарайсыңдар балалар, келесі кезекте пішіндер туралы ән тыңдайық. Шаршы шеңбердік бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Шаршы шеңбердік бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Мен шаршымын, 4 жағым бар, 4 жағым менің бірдей. Кел ойнайық балақай, билейік біз солай. Мен суретпін, мен терезе, мен шахмат тақтасы, мен тағы теледидармын, мен жастайтын жастықпын. Қарама-қарсы жақтарым бірдей, көңілдімін мен осы. Кел билейміз досым, мені сен көп көресің. Мен тақта, мен экран, мен рюкзакпын, мен қақпа. Тез үйренеміз, қорықпа. Мен сопақ, ұзартылған домалақ. Соңым жоқ, басым жоқ, енді бірге шапалақ. Мен жұмыртқамын, мен айнамын, мен міне осындай пішінмін. Мен қоңыз, мен картоп, аяқпенен топ, топ, топ. Үш жағым бар, үш төбеден жасалған. Үй төбесіне қарашы, мен ғой сонда отырған. Мен сэндвич, мен өтіп, мен торғайдың тұмсығы. Мен желкен, мен күшік. Ой, әзілдеймін, күшік емес. Шаршы шеңбердік бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Шаршы шеңбердік бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Шаршы
Жарайсыңдар балалар, келесі кезекте біз Феврель технологиясымен танысайық. Бұл жерде бұл ағаштан жасалған әртүрлі геометриялық пішіндер. Бұда біздің ой өрісімізді, ойлау қабілетімізді арттырады, және қол моторикасын дамытады, сөйлеу қабілетін арттырады. Бұдардан әртүрлі ой өрісімізден ойлана отырып, әртүрлі ойыншықтар жасауға болады. Өздерің тамашалап отырғандай, Фревель технологиясы арқылы әртүрлі геометриялық пішіндерін тауып, әртүрлі бейнелер, өздеріңе ұнаған бейнелерді жасауға болады екен. Сендер де үйде ата-аналарыңменен бірігіп, осындай әдемі бейнелер жасап үйреніңдер. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталып қалды. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңдар? Өз әсердеріңді мына смайликтерге белгілеңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.